Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге дәл осы күз мезгілінде пісетін ең пайдалы өнім асқабақтың пайдасы туралы айтатын болам. Ал ендеше кеттік. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалынатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Ол қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде нақты деректер табу қиын. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүргендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ майегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына тағуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстық түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамырлары аурулары, гипертония, зат алмасуды қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін де пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералдар, тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айныған асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылған жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққан не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен майегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей майегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметін жақсартады, әрі пайдалы. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәрін аш қарынға жейсіз. 7 шақты дәнді езіп, сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін еттартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайсыз. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Көлемі, түсі, сабағы, асқабақтың ең дәмдісін қалай таңдай білеміз? Осы жайында әңгімелейтін боламыз. Дәмді, тәтті, нағыз піскен асқабақты қабығына қарап таңдауға болады. Асқабақ нағыз күзгі өнім. Оның жұмсақ еті мен дәні адам ағзасына қажетті көптеген пайдалы заттарға бай. Сондықтан қыз-келіншектер асқабақтан түрлі тәтті, дәмді ас-ауқат пісірмелер, көптеген дүниелер жасап жатады. Алайда жақсы піскен, дәмді өнімді дұрыс таңдай алмасаңыз, асқабақ дастарханға емес, малға азық болып кетуі мүмкін. Сіздерге нағыз піскен, жетілген асқабақты анықтап, ажырата білудің бірнеше жолдарын ұсынамыз. Асқабақты көлеміне қарап ажыратуға болады. Негізі асқабақтың көлемі үлкен болған сайын жақсы піскен деп есептеледі. Бірақ бұл олай емес. Егер асқабақтың көлемі 10 килограммнан жоғары болса, онда ол мүлдем тәтті болмауы мүмкін. Сондықтан ең дұрысы 3 немесе 5 килограммдық асқабақ. Сондай-ақ жемістің салмағын көз жобамен өлшей салмау керек. Міндетті түрде таразыға тартып алған жөн. Жақсы піскен асқабақтың қабығы тығыз болады, сыртынан балауыз тәрізді жұқа қабықша мен тарамдалған суреттер болады. Сондай-ақ піскен асқабақты тез ажырату үшін тырнақтың ұшымен қатты батырмай мұқият шұқып көру қажет. Егер қабық тез сырылса, демек дақылы жақсы піскен, ал қабығы қаттылау, ағаш секілді болса, онда оның іші өте қатты пісіп кеткен. Ал ондай дақылды ұзақ уақыт сақтау мүмкін емес, және оны турап кесу де қиын. Егер асқабақты ұзақ уақытқа сақтауға алатын болсаңыз, қабығында сызат болмауына мән беріңіз. Кез келген сызат, жырық асқабақтың көгеріп бұзылуына әкеледі. Мүмкіндік болса, сабағы жұлынған асқабақты алудың қажеті жоқ.
Көп ретте дүкендерде асқабақты кесіп сатады. Негізі кесілген асқабақты сатып алу санитарлық нормаларға сай келмейді. Бірақ кесілген асқабақтар алып жүруге және қалтаға ыңғайлы. Сондай-ақ асқабақтың бүтін күйінде көзге көрінбейтін өзге де сипаттарын көруге болады. Мысалы, түсін, дәнін. Асқабақтың жұмсақ етінің түсі қанық болған сайын А мен В дәрумендеріне бай келеді. Сұрпының түріне қарай асқабақ қызғылт және сары түсті болады. Егер жұмсақ етте ешқандай ақшыл немесе жасыл түстер болмаса, асқабақ жақсы піскен. Сондай-ақ кесілген асқабақты дәніне қарап та таңдап алуға болады. Ол үшін бір дәнін алып шағып көру қажет. Егер дәннің іші толық болмаса, демек асқабақта толық пісіп үлгермеген. Ғалымдар ағзаны жасартатын көкөністі асқабақ дейді. Асқабақ түрлі дәрумендерге бай және емдік қасиеті бар. Мамандар оның ағзаның жасаруына септесетініне сенімді. Яғни, мұндай зерттеуді америкалық ғалымдар жасаған. Ол адам денсаулығына оң әсерін тигізеді. Мамандардың айтуынша, асқабақтың құрамында А және Е дәрумені бар, сондай-ақ ол әжімді жазып, теріні жақсартады. Ал көкөністегі С дәрумені безеуді азайтып, адамның жас көруіне жағдай жасайды. Ғалымдар асқабақты күнделікті жеу шаш пен тырнақтың жағдайымен қатар ұйқыны жақсартатынын айтады. Бұдан бөлек шаршағанды басып, есте сақтау қабілетін арттырады. Асқабақтың пайдасы мұнымен де бітпейді. Ол онкологиялық сырқаттардың да алдын алады. Осымен сіздерге дайындаған мәліметім тәмам. Асқабақ туралы ең пайдалы ақпараттарды бердім деп ойлаймын. Керегін түртіп алыңыздар. Ең бірінші байлық денсаулық болғандықтан денсаулықтарымызға аса мән берейік және осындай мезгілінде пісіп тұрған уақытында барынша асқабақты пайдаланып, өзіміздің кәдемізге жаратайық. Ақпарат ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.